емі бар дерт. Онлайн ойындардың пайда болғанына 30 жыл, лудоманияның дерт ретінде танылғанына 10 жыл болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы лудоманияны психологиялық ауытқу деп танығанымен де, дәл қазіргі таңда жаңа технология, жасанды интеллект, мемлекеттердің озық тәжірибесі арқылы кез келген азамат өзінің өмірін, құқықтары мен бостандықтарын, өмірінің сапасын сақтай алады. Себебі ойын құмарлық ол емі бар дерт. Шешілмейтін түйін жоқ дейтін қазақ, кез келген қазақ азаматының бұл ойынға басы дертке шалдыққан жағдайда жалғыз емес екендігін ескерсе болған.